барлығыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін мен Адиди достар, бүгін менің каналымда өте қызықты бір челлендж шықпақшы, яғни бұл челленджге идея маған Аяжан атты тіркелушім Ая деп айтамын, еркеледі. Ая айтқан маған, рецептсіз тамақ пісірші деп. Сол рецептсіз тамақ үшін мен бұрындары хачини пісіретін тұғынмын, яғни хачапуридің бөлесін. Сол хачапуридің бөлесін бүгін сәресіне пісіргім келіп кетті. Сағат бізде қазір 10-44 кетеді түнгі. Сәресін біз сағат 4-терде жеміз. Примерно 6 сағат уақыт бар, но ерте екенін білемін. Бүгін қадір түні, қазір енді қамырын ашытып, сөйтіп тындырып қойып қойғаннан кейін қадір түніне тілектерімді тілеп отыра тұрамын да, одан кейін тынып болғаннан істеп білемін деген ойдамын. 6 сағат уақытым маған күшті болып жетеді деген үміттемін. Ендеше давайте біз видеомызды бастаймыз. Сіздер лайк, подписка, комментарийді ұмытпаңыздар. Осы видеомызды ауырмай сырғамай аяғына дейін бітіріп алуды Аллам нәсіп етсін. Ендеше біз бастаймыз. Мен рецепт қараған жоқпын. Енді кішкене көзіме есіме түсіріп жатырмын да, енді айран қосатын бет, либо сүт қосатын бет деген сияқты. Сол енді өз көз мөлшерімен солай қосатын боламын. Бірінші очередь давайте кеттік, айран аламыз. Так, былай кадрды бүйтіп бұра салайын. Если что, вот тут у нас холодильник. Қазір осы жақтан айран аламыз. Это у нас холодильникте айран. Бұл сәл жылсын, себебі бізге негізі көп нәрсе походу бөлме температурасында керек. Негізі көп нәрсені пісірген кезде бөлме температурасында заттар қолданылатын болғандықтан мен қазір мына затты да осылай сәл созып қоя тұрайын деп тұрмын, жылытып. Бізде кухня опять жылы, потому что пеш тура мына топкада. Сол үшін осылай жылытып қоюды жөн көріп тұрмын. Давайте ендеше бір 10-15 минут күтейік. Одан кейін енді бірден жылый қоймайды, білем. Бірақ бұл жылымайынша басқа заттарымызды осы жерге дайындап алайық. Әрине біз қамыр жасайтын кезде енді бұл былай несіз-ақ очевидный нәрсе, ұн керек бізге. Қазір ұн алып келемін. 2000 years later. Бізде ұнның осына үлкен шелекке елеп өткізіп қоямыз електен. Ішінде дайын, електен өткізілген ұн дайын тұр. Оның грамын қазір тоже айран қосқаныма қарай жасайтын боламыз. Енді одан сода немесе разрыхитель керек, либо сода, либо разрыхитель. Білмеймін, бізде разрыхитель бар ма мұнда? Разрыхитель жоқ сияқты, сол үшін мен содаға саламын. Және міндетті түрде біз тәтті тағам емес, тұзды емес, орташа көлемдегі тамақ пісіріп жатқандықтан бізге әдейі тұз қажет болады. Осы біздің тестамыздың құрамына жетіп қалатын шығар. Может, соусында бар керек шығар, мына жақтан ала беремін. Енді кезек начинкасына тура хачапури сияқты сыр, сондайлар қосады. Мен сыр қосатын боламын осындай. Эмердің сырын, мынаны түгелдей қосатын шығар. Және 4 штук картошка қосамын. Пюре қылып, ол пюренің өзі қайнау уақыты бір 50-30 минуттың аралығында. Ол қайнап, оқтырылып пісем дегенше біраз уақыт кетіп қалады. Мен сол жобада есептеген уақытты деп картошканы дайындап қоймасам. Қадір түні дегенде көп адам түсінбей жатуы мүмкін. Неге діни басқарманың белгілеген күні бар емес па, ол күн әлі келген жоқ қой деп. Я білем, ол күн әлі келген жоқ, бірақ Рамазан айының соңғы 10 күнінің тақ түндерінде деп айтып жатады екен. Сол үшін мен осы күнге де тілек тілеуді жөн көріп тұрмын. Алып ала салайық. Менің ойымша жұмыртқа қосады, либо қоспайды. Сол басыма жетпей тұршы, рецептсіз болған негіз қиын екенше, көп нәрседен шатарсың мүмкін, және сәресіне болғаннан кейін бүкіл тамақты осыған сеніп істеп жатқандықтан уайымдап тұрмын. Что-то нормально шыға ма, или не очень шыға ма. Сіздер менікінен көріп жасап көріңіздер, до конца бірінші видеоны көріп алыңыздар, потом барып жасаңыздар. Мен жандап былай істеймін, баяндап. Мына тамақ маған ұнап тұр деймін да, қосамын да, ішіне зат бәрін салып аламын да, потом барып аяқ жағында оған керек заттардың менде жоқ екенін көріп, ана заттардың бәрін қайтадан бір-бірінен бөліп ала алмаймын. Сонымен Айгенді, маманы бәрін көмекке шақырып, мен өзім істеймін деген тамақты 5-6 адам болып бірақ бітіретін тұғымыз.
всегда сөйлейтініміз сол үшін сіздер алдымен осы видеоны бір көріп алыңыздар, одан кейін менің бір жағынан просмотрымды көбейтесіздер, және екінші жағынан ондағы заттардың сізде бар екеніне көз жеткізіп алып барып жасайтын боласыздар. Мен сіздерге барлығын детально көрсетуге тырысамын, және Рамазан айы ғой, енді бір-бірімізді қолдап, менің контентімді бағалап, міндетті түрде лайк, подписканы аямай, және маған үлкен 1000 тіркелушіге жетемін деген армандар картамдағы арманды орындауларыңызды сұраймын, өтінемін. Ол әуелі Алла, одан кейін сіздердің тіркелулеріңіздің арқасында, сол үшін сіздерден үлкен үміт күтемін. Все, жду. Так, сағат 11:30-ға дейін ба, мыналар естіп тұра тұрсын, сосын 11:30-нан кейін ары-қарай қайтадан бастаймын. 11:30-ға дейін мен тілек тілеп отыра тұрамын. Мен сіздерге істеймін, мен тілектен бұрын не істейін деп жатқанымды көрсетейін да. Негізі көрсеткім келмейтін, просто тілек тілеймін дей бермей, сіздерге де бір жағынан мотивация болсын, бір жағынан солай. Зарядчик қой енді. Так, менде осындай таспих түсті, және осындай мынандай таспих. Ой, осындай екеу. Мен негізі жыл сайын қадір түнінде Меккеден келген таспихымды пайдаланамын. Жыл сайын тек қадір түнінде қана, білмеймін, бүгін енді осыны пайдалана салайын, потому что таспих Монакомда да қалып кетті. Діни басқарма бекіткен күні сол таспихымды пайдаланамын, Құдай қаласа. Мынау бізде Алланың көркем есімдері деп аталатын кітап, ішінде мысалы үшін арнайы ручка, бәрі көк түсті ішінде. Және бізде осындай кітап бар. Алланың 99 көркем есімі. Бұларды оқығанда не болады, неге пайдалы, не істейді бұл деген сияқты, мысалы үшін. Вот тут мысалы бірінші Аллах деп жазған, мынақа 99 рет. Ар-Рахман, Ар-Рахим, Ар-Рахман, Әл-Мәлик. Енді мен қазір Әл-Құддусты жазып жатырмын. Сол осыны айтамын. Мысалы, бірінші 99 рет жазып аламын, сіздерге енді айта алайын. Содан кейін мына жақтан ашамын да, неге әсер етеді бұл нәрсе бірінші көремін. Типа, вот, Әл-Құддус аса қасиетті. Ол Алла, одан басқа Құдай жоқ, ол патша әрі аса қасиетті. Осы көркем есімді әрдайым қайталап жүрген жанында Алла рухани кеселдерден сақтайды. Ол үшін осы есімді күніне 100 рет қайталау керек деген мысалы ше. Сол үшін солай. Қазір енді мен осы Әл-Құддусты айтатын боламын. Ой, жазатын боламын. Енді сағат 11:30-ға дейін қайта ораламын. Енді бұның барлығын көрсетпеймін, өзім жазамын. Все, пока. Короче, ждите, ары қарай видео жалғасын. Так, ребята, сағат уже бізде 11:15 кетті, и более-менее уже жылыда барлық бөлме температурасына енді шамалы тұрса, уже айраным ашып кетуі мүмкін, сол үшін тездетіп жасап бастайын деп жатырмын. Так, мына таспих білініп қалмас үшін шеше тұрайын. Так, алдымен енді мен рецептсіз болған соң мөлшерлерін білмеймін, бірақ примерно біздің мөлшері өлшейтін болу керек. Так, мынандай мөлшер өлшейтін бар екен, бірақ майдікі. Негізі мынау бізден бүйтіп май құятындікі негізі. Осы мен өлшейтін алмадым. Потому что бізде өлшейтін сынып қалған. Сол үшін жаман май не шығып тұр. Бірақ бәрін майға қоймай ма? Кәне май қойып, осылай істейінші. Примерно мына жетке дейін әкелемін, прям до конца. Потому что мынау былай ситаға құйған кезде дымда болмай қалады. Просто өлшеу мақсатында, бірақ мен өлшегенде ол өлшейді алмаймын, но енді ырымын жасайық та, ырымын. Короче, так, достар, бірінші мынаны қоямыз. Так, бізде айран, мынандай айран, кәдімгі осылай қасығымен. Так, енді шашпай төкпей құюға тырысамын мен. Так, уже кетті ғой міне. Так, былай жасаймыз. Так. Ой, аузым ашық екен ғой, ұмытып кеттім ғой. Түн екен ғой. Үшін бізге осындай воронка керек болады. Бұны камераны сәл төбеден қарай қою керек еді. Хотя осылай тұрыңыздаршы, мен былайырақ қояйын. Қалай қойсам болады. Так, көрініп тұр, главное. Так, бисмилля. Вот примерно осылай до конца құйып шығамыз.
айран жетпей қалса жететін. Да. Примерно мынау қазір 200 бәлеге барып тұр. 250-ге барды ау. Так, 300 болды. Үшіне қисам. 310 болды. Ана 350-ге жеткізгім келіп тұр ғой менің. Потому что аузына дейін сол кезде бар еді. Енді толық қалдым. Бармай қалды ғой. Все. До конца прям толтырып алдым. Енді осында қазір ситаға құямыз. Менде қалған айран мына жақ. Мына ертең ит құра керек болады. Сита алайын и потом мынаны жууға апарып алайын. Потому что танып кетеді. Мен барынша жай сөйлеп жатырмын, потому что үйдегілердің бәрі ұйықтап жатыр. А мен өзім кухняда тарсылдап, сүлдеп жүрмін. Ема, дауыс қатты шығып жатыр құрсын. Так, осы ситаға құямыз. Бисмиллах. Ема, анау көп екен. Ну, көп емес шығар енді. Көз мөлшер қамыр көбірек болса, зато көбірек хычение шығады. Так, менің телефон яркости өшіп жатыр. Заряды өліп жатыр деген сөз. Бәрін жуу керек енді. Так, үстіне енді явно тұз азғантай болса құдай біледі, потому что мен анада тұзды өте көп қосып жегем. Сонымен менікі аш болып қалып, ешкім через не хочу жеп қалғанбыз бәріміз. Сол үшін енді осы жолы аз қосуға тырысамын енді. Чайный ложканың жартысымен ғана қосайын, мынау нормально шығар енді, мынау көп болса шайту бір. Құдайым-ай, өтініш. Хотя соданы аз қосайын десем, сода бізде ашту үшін керек, походу үшін, не үшін керек екенін білмеймін соданы. Но барынша осындай қосуға шыдайын. Жететін шығар осы. Так, енді осы ингредиенттермен ұнды қоссам қамыр шыға ма өзі? То я боюсь, блин. Рецептсіз қиын екен. Да, грамм бар да, более мынау 350 болса, ұнды 450 қылып алайын. Потому что қамыр жол керек қой маған. Сол үшін сәл көбірек қылып алайын енді. Білмеймін енді, менің көз мөлшер деген тема жоқ менде только осындай сан мөлшер дейтін нәрсе бар. И мен всегда істесем рецептпен істеймін. Мен анау еректен өткізілген, просто былай өткізуге де болады, но мен өткізбеймін. 250-дің бәрін полный салсайық. Ема, істемей қалып бізде просто бүйтіп басатын жер ше. Деп істеу керек. Мына жағы тұтқан керек. Деп істеу керек. Ну, короче, ше, мынаны бір араластырып аламын ау. 250 грамм салдым. Құдайым-ай, өтініш күшті болып шықса екен. О, Эрен, бүкіл ұнды шашып. Не істеп жатсың? Ту, достар. Мен баяғыда енді өзім істеген видеоларды көргем. Бірақ ол жерде мен айранмен істемегем. Негізі просто бізде үйде сүт жоқ походу. Сол үшін айранмен істеп кеттім. Не отыр? Қолыма присеп келейінші. Так, осындай қара екі перчатка киіп алмасам, мен қазір қамырды бытшын шығарамын. Я знаю, то что өзімнің шамамның неге жететінін білемін. Именно осы кулинарияға деген кезде әсіресе. Так, короче, можно түсіріп аяқтайын. И потом чуть-чуть ұн салайық, потому что он что-то это маловато. Чуть-чуть осылай салсайын. И салса жетпейді просто. Мен қиналып кеттім. Так, короче, енді осыны араластырып көрейік. Либо былай қолмен араластырсайын ба? Ақыры перчатка қолымда. Екі ойлы боламын всегда осылай. Так, көрген араластырып. Құдайым-ай, пожалуйста, нормально қамыр шықса екен. Ебі, бұл жақтан бәрі пысырлап жатыр ғой. Вот, достар, менде осындай қамыр шығып жатыр. Так, достар, менде осындай қамыр шықты. Әдемі жұмсақ. Жұмсақ болмай, қаттылау жұмсақ болады. Осындай неде, бір, осы екі алақан қамыр шықты. Қазір көрсетемін. Мынанша ұн аз болып қалды. Нақты ұн граммын сіздерге описанияға қалдыратын боламын. Мынау жабыспайды, әдемі болып шықты енді. Вроде бы нормально. Осындай қазір бір саусағымды шешіп істеп қойын. Я, жабыспайды, күшті болып шықты. Так, енді кезекте біз бұның бетін стакан қолына құймайын бетін. Біз бұның бетін осындай сүргімен жауып 40 минутқа, ода жағарайын. 40 минут, 30-40 минутқа тынықтырып қоямыз. Мен айттым осы сіздерге. Бұл тынайын үшін отырам, тілектеп. Сол осылай қоя тұрамыз. Достар, жасап жатқан жерімізді келесі этапқа осылай сүртіп, тазалап, дайындап отыруымыз керек. Себебі таза жерде күшті
кәдімгідей әдемі болып шығады. Во-первых, во-вторых, таза жерге періштелер үйелейді. Ал достар, мен көзім астына қарағаннан білмеңдер, тушым ағып кеткен, и тушым кетпейді, туш кетпей қалды. Так, короче, келесі этап бізде қабырымыз тынып жатыр, тынып дей ма, не дейді бізде, сондай болып жатыр. Сол үшін біз келесі этапқа көшеміз. Осындай қарапайым картоптарды алып, пакет немесе өзіңіз білесіздер ғой енді, ашимыз. Енді пышақты көрсетуге болмағандықтан мынаның барлығын ашып алайық. Мінекей достар, осылай суды бататындай етіп істеп картоптарды салып аламыз. Астын кәдімгідей қатты отқа қойып, екеуі примерно бірдей уақытта дайын болады. Потом барып сырды көресіздер қалай істейтінін ары қарай күтеміз. Мынау біздің қамырымыз тынып жатқан түрі өте әдемі шығып жатыр. Енді дәл осы идеальный қалпымен таймай до конца барса екен. Енді камерам буланып жатыр. Енді мына сырды ашамыз. Мен не осылай көрсетемін, не болмаса мүлдем көрсетпеймін. Потому что көрсету үшін камераға сыю керек. Короче, қалай можно сделать? Короче, осылай полная. Осылай дайындап алайын мен бұл сыйларын ертіп, потом қайтадан келемін. Енді достар, осылай детально бөліп алып, так, осылай қойып аламыз. Осылай бүйтіп істейміз да. Потом осылай бөлеміз пышақпен, потом осылай. Бізде дөңгелектер шығады. Енді мынаның размері кішкентай болып қалды, екеуінің размері кішкентай болады, то менің сырым мен картошкам да соған келіп тұр өзі-ақ. 6 лист шығады екен менің рецептіммен істесеңіздер. Егер кішкентай алсаңыздар 8 шақты шығуы мүмкін. Егер одан үлкен қалатын болсаңыздар 4-5 үлкен порциялардан шығуы мүмкін. Туна не тұрып кетті құрсын. Короче, жайған кезде көреміз. Енді бізге ұн керек. Не слушай, подойди. Так, енді жұмыртқа мынау басқаларына да жету керек. Сол үшін осы жетеді. Так, міне мен 6-ны дайындап алдым. Ендігі кезекте осыларды қайтадан жайып шығамыз. Ішінде жаңағы картошка мен сыры бар. Қатты басып қалмаңыздар, себебі сыр мен картошка сыртына шығып кетуі мүмкін. Барынша жай басыңыздар, бірақ жұқа қылып жаю керек.
Достар, мынау енді айта алмаймын, прям удачный менің рецепт тамам болды. Мында соңғысы қалды. Өте жұмыс жатыр, ту бір камера буланып жатыр жай. Сосын мынау пісіп жатыр қазір. Лажы болса, үйде пампушка болса, немесе любой бір май болса, осындай майды жағып жіберіңіздер, сол кезде күшті сочный болады. Туны түспей, түсті. Осымен бітті. Менің видеом аяқталды. Қазір сағат 1 болды. Уж мама қазір 2:30-дарда ма тахаджудқа тұрады. Аудем білмеймін қайда тұратынын. Сол кезде уже мен мамаға көрсететін боламын.